Абайжан. Андай. Жаңа жылдарыңызбен. Енді менің бірінші жылым ғой, енді сіздермен, жаңа отбасымен қарсы алып жатқан. Біз андай үйге қонаққа келгеннен кейін құр қол шықпасыншы дедік та, біз бір күшті вау десе күтіп қалмайды, просто көңіліміз ғой енді. Жас семьядан деп отырсақ. Красиво, мама. Нифига. Жаңа сұрады ғой. Қандай телефон деп. 15 деп айттым ғой. Сөйтіп 10 алдап берген ұят болатын шығар дедік. Бірден 17 макс. 17 макс, ладно тебе. Новый, не открытый, не пользовался. Отдайте. Біз япыз андай бір иістің нелен алса ұнатпай қала ма дедік та. Сонымен боянатын болғаннан кейін көбінесе ерінді бояйсыңдар ғой. Сосын екеуге бірдей қылып Кто-то көңіліңге рахмет. А я вот был ко мне. И бұл сыйлап жігітіме дедім. Может, бердім ғой сыйлық. Осын тапқым. Она мне уже купила дорогой парфюм. Саназаға деп. Где-то ты сегодня ходил? Жаным! Мен просто ақшаны экономить етем да, и бүйтіп аяқ киімді алмай ақ қояйын, еркек болма деймін да. Жаным! Туған күн басталып кеткен сияқты, қазір курьер хабарласты, сізге гүл бар еді деп. И қазір келіпті, кімнен екен білмеймін. Как көреміз. Саматсыз ба? Осындай гүл келді. Қараңыздар, қандай демі? Страшно. Нақты миллиард адам ғой. Кейде отырып қалмайды. Ешқашан Бурдж Халифаның үстіне шығам, вид көрем, ауыл, 24 этаж деп айтпаңдар. Я вам не советую. Қаншама очередь, 2 сағат очередьта тұрдық. Қаншама адам, қаншама энергия. Блять, это просто осыны көру үшін. Жігіттер күтіп алдық блогерді. Ассалаумағалейкум. Қош келдік. Шымкент жем жылы ғой, Иә. Ассалаумағалейкум. Шымкентке қош келдік ал. Шортымен жүргені ғой ана? Шымкент жылы екен ғой. Ал, қош келдіңдер жігіттер. По-любому туған жер бөлек екен. Нұржан. Боянбағанмын десем, маск беріп тұр ғой, мына қара. Сонда сен сонда не мен дезмакияж түрімді уреттеп тұрсың. Хорошо, камераны ары қарат сонда. Жоқ. Ары қарасың. Көрдіңдер шы. Ары қаратуға дуғың жетпейді, ондай әңгіме айтпасайшы. Мә, киіп ал. Жоқ. Кимеймін сен қасына. Адам позор етпей киіп ал. Екеуміз тонер жүгірдік. Жүзіміздері. Жоқ, кетші алғысты. Бәрін, балаларды Шымкентке жібердім, Ақмаралды Ақтөбеге жіберейін деп жатырмын. Бәрін шығарып салып жатырмын ғой, бәрін. Шет-шетінен кетіп тұр жатыр. Емде көмектеспейді. Сені наоборот дуалау керек, жақсы нәрсеге. Сөйтсе онда. Мен айтам да, мынандай бір машинаны мен болсам күнде жуып жүретін едім деймін да, нағарыш боға. Келдік. Жігіттер, қош келдіңдер. Тимон сразу төрге отырыс қойды енді. Сыйлап тур деп отыр. Аға бауырымыз сәл шетке отырып өзі сондай үндемейді, серьезный енді. Жайлай отыр өз тірлігін. Шымкент қазысынан еш болды. Бөлектегі қазы деген.